Армысыздар, Ел-Кизет ақпараттық танымдық порталының көрермендері. Біз бүгін домбыра үйрену сабағының 9-шы бөлімін бастаймыз. 9-шы сабақта біз сіздерге классик композиторлардың шығармалары, яғни Құрманғазы Сағырбайұлының Алатау күйінен бастағанды жөн көріп отырмыз. Құрманғазының бұдан да күрделі күйлерін тартудан бұрын осы Алатау сияқты ұстамды, оң қолдың қағысы, сол қолдың қағысы қалыптасатын осындай күйден бастағанды жөн көріп отырмыз. Ал енді Алатау күйінің ең басты ерекшелігі бұл күй ұстамды, салмақты, ойлы тартылатын күй. Бұл күйдегі қағыс негізінен алма-кезек, төмен жоғары, яғни осындай қағыспен алынып отырады бастан ақыр. Мына қағыс кең ауқымды, еркін қара қағыспен тартылады. Ал енді перне басу жағында біз бұған дейінгі сабақтарымызда өткен сол қолдағы перне басу жаттығуларының бәрі осы Алатау күйінде кездесіп отырады. Яғни Алатау күйі біз айтқан жаңағы түркімен пернеден кейінгі бұлай санағанда реттік саны бойынша екінші перне, негізгі әуен басталатын бұл бірінші перне болып табылады. Осы екінші пернеден бастап тартылады. Яғни Алатау күйімен басынан ақыр бір тартып берейін сіздерге. Сонда бұл Алатау күйінің ұстамды, нағыз мына екі қолдың қойылымына, қалыптасуына үлкен әсері бар екенін байқайсыздар.
мінекей өздеріңіз көріп отырғандай Алатау күйі құрылымы жағынан өте кең ауқымды дамыған, ұстамды, салмақты тартылатын күй. Яғни оң қолдың қағысын көріп отырсыздар, кәдімгі басатын жерінде шарықтатып, шалқытып тартатын жерінде осы кең қағыспенен тартылып отырады. Ал сол қолдағы перне басу ерекшелігінде мына бас бармақтың сосын атқаратын рөлі, сосын жаңағы мына бұдан бұрынғы сабақтарымызда айтқан мына саусақтардың рет тәртібі, дыбыстардың қою шығуы үшін саусақтардың атқаратын қызметін көріп отырсыздар. Сосын мына жерде мысалға деген лига дейміз ғой, жаңа бір қағыс арқылы екі дыбысты. Көп жағдайда осы Алатау күйінде осындай ерекшеліктерге мән бермей жатады үйренушілер. Осы жерде дегенде мына бір қағыспен екі дыбыс, екінші дыбыс өте анық шығу керек. Көрдіңіздер ғой? Сонда міне Алатау күйі мына пернеден басталып тартылады. Сіздерге көрсетейін басқа бір буынын. Бас бармақ осы жерде өзінің қызметін атқарады, міне. Үстіңгі шекке ауысқанда бас бармақ арқылы мына пернеден мына пернеге жылжып, сосын бас бармақ босайды, мына төртінші саусақ екінші нүктеден кейінгі нотада, яғни пернеде төртінші саусақ тұрады. Мына саусақтар бос, төртінші саусаққа көмекші рөл атқарып отырады. Міне қарап отырыңыздар. Бұл Алатаудың бір қиын жері, мына үстіңгі дыбысында осы жерге келгенде үйренушілерге мына саусақтың ауысуына байланысты үстіңгі шекке, астыңғы шекке кішкене қиындық тудырады. Осы жерде міне бас бармақ жылжып деген кезде бас бармақ ашылады. Сосын мына сұқ саусақ орнында қалады. Қалған мына екі саусақ бос, бірақ үстіңгі мына төртінші саусаққа көмекші рөлді атқарып отырады. Міне қарап отырыңыздар. Осы жерде үстіңгі шекті аламыз. Сол кезде барынша үстіңгі шекті естіртіп тарту керек. Міне қараңыздар. Қағыс алма-кезек, негізінен алма-кезек қағыста жүріп отырады. Мына оң қолдың қағысы. Ал мына сол қолдағы перне басуда өздеріңіз көріп отырғандай бірінші әуен негізгі міне осылай басталып тоқталады. Міне сонан кейін барып орта буынға ауысады. Оған дейінгі әуенде мына ең қиын жері мына үстіңгі дыбысқа ауысқанда саусақтар өзінің рет тәртібін өте мұқият сақтау керек. Міне қайталап көрсетейін, қарап отырыңыздар. Алатаудың басталған кезіндегі ең бастапқы сөйлем осы домбыраның бас пернесіндегі, яғни мына екінші пернеде басталып, осы үстіңгі дыбысқа ауысып, осы бір толыққанды бір әуен, яғни сөйлем осы бас буында аяқталады. Енді одан кейін екінші буынға түсеміз, мінекей екінші сөйлемге. Яғни екінші нүктеден кейінгі нотадан басталады, сұқ саусақпен мінекей. Бірінші саусақпен, яғни үстінде, үшінші нүктеден кейінгі перненің үстіңгі шегінде бас бармақ басылып тұрады. Яғни міне. Міне, бір, екі, төртінші саусаққа жылжып аламыз міне. Әрбір перне бір-бір қағыстан алынады міне. Алма-кезек. Ары қарай және жылжып кетеміз мінекей.
дегеннен кейін төртінші саусақ мына пернеге, бас бармақ мына пернеге ауысады. Мінекей қарап отырыңыздар. Міне да 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 та та тай та та та. Мына қағыста да бір өзгешелік бар. Алма кезек, бірақ мына жерде да 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 деп төмен қағыспен тоқтап, өнігін қайтадан төмен жоғары қағыспен аламыз. Та та тай та та та. Көрдіңіздер ме мінекей? Осындай қағыстардың да алмасып отыратын жері болады. Осы буындарда мінекей. Міне, мына үшінші саусақ пен төртінші саусақ бірге жүреді мына жерде. Үшінші саусақ жеке жүрсе де болады, бірақ мынау қосымша осы үстінге тартылатын дыбыста үшінші саусаққа көмекші рол атқарып отырады екінші саусақ. Деген кезде бас бармақ ашылады. Сұқ саусақ пен үстіңгі шекте мінекей. Үшінші нүктеден кейінгі пернеде қағыс та-та-та-та-та-та-та-та-та деген міне. Осы қағыс жиі қолданылып отырады. Міне көріңіздер, мына жерден мына жерге ауысты, одан мына жерге ауысты саусақ. Көріп отырсыздар ғой. Көрдіңіздер ме мінекей? Үстіңгі шекте төртінші саусақпен былай қарағанда бағанағы жылжыған дыбыс мынандай деген төртінші саусақпен және қайталанып тұр. Мінекей, қараңыздар. Міне. Көрдіңіздер ме? Енді мен осы буынды толық сіздерге тартып берейін, бас аяғын жинап. Мынаған ауысамыз, мына жерге. Міне, екінші саусақпен бас бармақпен жылжимыз. Деген кезде мына 1, 2, 3, 4, 5-ші нүктедегі дыбыста төртінші саусақ, сосын мына келесі нүктеге төртінші саусақпен тегіс жылжимыз. Міне, көрдіңіздер ме? Осындай жер бар. Міне, төртінші саусақпен жылжимыз, көтермей. Осындай әдісі бар, міне. Міне, бас бармақпен екінші саусақпен жылжимыз. Төртке жылжимыз. Бағанағы айтқан лига. Бас буындағы үстіңгі дыбысты қайталаймыз.
Міне, басталған кезде осылай қайталағанбыз. Мінекей, Алатаудың бас буыны, сосын мына орта буында тартылып, қайтадан бас буынға келетін осы бір үлкен бір сөйлемі, айтылар ойы осы жерден аяқтайды. Енді біз келесі сағаны көрсетуіміз керек. Бірінші мына 9-шы сабақ Алатаудың басқы, сосын орта буынын көрсеттік. Ал сағада да осындай әуендер қайталанады. Мына орта буындағы әуендер үстіңкішектен қайталанады. Қағыс негізінен бастан аяғына дейін бір. Біз 9-шы сабақта Алатаудың негізгі басқы буынын көрсеттік. Енді саға жағын жаңағы біз толық тартқан видеодан кескіннен көріп арғырай шығаруға болады. Негізгі қолданылатын қағысы, сосын перне басуы, лигалық бір қағыспен екі дыбысты алатын ерекшеліктерін сіздерге көрсеттік. Ол мына саға жағында тартылатын буындарда да көріледі. Сондықтан 9-шы сабақ Құрманғазының Алатау күйінің бастапқы буындарының қалай тартылатын туралы, оң қолдың қағысы, сол қолдың ерекшелігі туралы сіздерге айттық. Келесі 10-шы сабақта осы Алатау күйінің сағасын сіздерге жалғасты көрсететін боламыз.